Армысыз қадірлі көрермен, бұл Қазақстан тарих порталы. Құрметті біздің тыңдарман, сіздердің назарларыңызға тағы бір сүбелі сұхбатты ұсынамыз. Қонақтарымыз таныстыра кетейік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі архив құжаттама және кітап ісі комитетінің қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері біздің студия төрімізде қонақта отыр. Қонақтарымыз жайлы бірер ақпарат бере кетсек, ортамызда Пәрімбекова Кәмшат Пазылқызы, ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің жетекшісі, сонымен қатар Бейсенова Гүлсім Алдабергенқызы, ғылыми зерттеу жұмыстарының ұйымдастыру бөлімінің жетекші сарапшысы және тарих ғылымдарының кандидаты. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өте керемет. Елордада тоңып жүрген жоқсыздар ма? Үйрендік, елорданың погодасына, жаңағы ауа райына ештеңе жетпейді ғой, үйрендік. Жақсы, ендеше көпке созбай сұхбатымызға көшсек. Жалпы енді Кәмшат Пазылқызы, сіз өзіңізден бастайық, сұрақтың әлқиссасы ретінде, жалпы орталықтың қазіргі тыныс-тіршілігі, орталық жалпы қашан құрылды, немен айналысады, бағыттары, яғни функциясы туралы бізге толығырақ кеңінен ақпарат бере кетсеңіз, себебі сіздің орталық туралыңыз ғылыммен айналысатын адамдар білуі мүмкін, журналистердің бірен сараны білуі мүмкін деген сияқты, бірақ қалың көрермен біле бермейді. Осы туралы ақпарат берсеңіз. Жалпы қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты мекеме. 2017 жылы құрылған. 2017 жылға дейін бұл мекеме археография және деректану ұлттық орталығы деп аталған. Ол орталық 2006 жылы құрылған. Жалпы орталықтың қазіргі басты жұмысының мақсаты отанымыздағы және шет елдердегі Қазақстан тарихына қатысты құжаттарды, жазба деректерді осы орталық қорына жинау, анықтау, оларды сақтау, жаңағы реставрациялау, қалпына келтіру, оларды зерттеу және пайдаланушыға ұсыну болып табылады. Жалпы орталықтың қоры қазір 10 мыңға жуық. Жалпы қоры 10 мыңға жоқ, ал сирек қоры 2 мыңнан асады. Жалпы қорымызда қазір араб, парсы, түркі тіліндегі 500-ге жуықтай қолжазбалар мен сирек кітаптар бар. Латын графикасындағы және төте жазудағы баспалар бар. Оның қасында жаңағы Ақмола, Семей және басқа да облыстарға жаңағы қарасты 1846-1915 жылдар аралығын қамтитын статистикалық шолулар бар. Ресей империясының заңдар жинағы бар. Ол жинақтарда Қазақстан территориясына, жалпы Қазақстанға қатысты өте көп мәліметтер бар. Сонымен қатар көне сөздіктермен жаңағы энциклопедиялар бар. Жалпы сонымен қатар батыстың, орыстың және өзіміздің қазақ зерттеушілерінің еңбектері сақталып отыр қазіргі уақытта. Жақсы, жаңа айттыңыз, 10 мыңға жуық кітаптар бар дедіңіз, және 500-ден астам 19 және 20 ғасырлар жазбалар сақталған дедіңіз. Бұл осы 2017 жылы ашылғаннан бері жинақталған қор ма, немесе оған дейін де жинақ? Жоқ, осы 2017 жылдан бері қор жинақталып жатыр, оған дейін қор болған жоқ. Бұрынғы археография және деректану ұлттық орталығы ол шет елдердегі Қазақстан тарихына қатысты құжаттардың мәліметтер базасын жүргізумен айналысқан болатын. Ол жерде тек база жүргізіліп отырды. Ал 2017 жылы осы орталық құрылғаннан кейін бұл жерге қор бөлімі ашылды, оның қосымша реставрация бөлімі ашылды, және жариялау баспа бөлімі ашылды, және ғылыми зерттеу бөлімі ашылып, осы жұмыстар жүргізіле бастады. Жақсы, енді сіздің ұжымның қызметкерлеріне келетін болсақ, енді 2017 жылдан көп уақыт өте қойған жоқ, 7-8 жылы болып қалды. Осы аралықта ол кісілер жалпы қандай маман иелері бар сіздердің ұжымдарыңызда, және олардың ғылыми дәрежелеріне тоқтала кетсек? Қазір бізде енді ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінде бізде ғылым докторлары, тарихшылар, араб, парсы тілінің мамандары, сонымен қатар бізде айттық қой, жаңа реставрация бөлімі ашылған болатын. Бұл жерде негізі Қазақстанда реставратор мамандарды даярламайды. Реставратор мамандарды енді біліктілікті арттыру курстары бар, солардан өткен арнайы мамандар қазір жұмыс істеп жатыр. Қазір осы реставрация бөлімінде 4 маман. Осы 17 жылы құрылғаннан бері
мысалға Алматыда қазір академиялық кітапханада, сонымен қатар сол академиялық кітапханада біліктілікті арттыру курстары бар реставрация бойынша. Соны өтті. Одан кейін біздің реставратор мамандар шетелдерде білімдерін көтеріп келді. Ол мысалға Иранда, Арменияда жыл сайын өтетін курстарға барады. Одан кейін Кореяда, сосын Түркия елдерінде өздерінің біліктіліктерін көтеріп, қазір осы реставрация жұмыстарын дамытуға үлкен үлес қосып отырған осы мамандар бар бізде. Яғни олар шетелде де, жаңа өзіңіз атқан елдерде және өзіміздің елдерде курстық неде өтеді, соны түсінгенім бойынша. Тәжірибе алмасады. Ал бізде арнайы мамандық оқыту мамандығы жоқ. Ешқандай мекемеде, оқу орындарында осы реставратор құжатты қалпына келтіру мамандарын дайындамайды біздің елімізде. Жақсы. Енді сіздердің қорларыңызға байланысты осы ең бір атап айтатын дүние, ол Марал Ишанның Кенесары ханға сыйлаған Құран кітабы. Осы туралы айтып берсеңіз, қателеспесем 2 жыл бұрын, 2023 жылы бұл Құранды негізі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев сол ұлттық құрылтайда Түркістан қаласында мәлімдеген болатын. Бұл Құранымыз енді өте қасиетті, өзіміздің тарихымызға қасиетті солай рухани мұрамыз болып табылады. Біздің осы Құран 700-ге жуық беттен тұрады. Әр бетінде 12 жолдан жазба түскен. Ішінде Кенесары хан мен Марал Ишанның мөрі басылған. Оны өзіміздің елдің зерттеушілері және шетелдік зерттеушілер зерттеп түпнұсқа екендігі анықталды. Сонымен қатар бұл Құран қазір 3-4 ай болды, сол 23 жылы біздің орталықта реставрациядан өтті, қалпына келтірді толықтай. Одан кейін 1 жылдай ол Құранымыз, қасиетті Құранымыз Түркістан қаласындағы Әзірет Сұлтан жаңағы мешітінде, музейінде тұрды, көпшілікке насихатталды. Түпнұсқасы. Былтыр бұл Құранды ары қарай толыққанды сақтау мақсатында біздің орталығымызға қайта өткізілді. Қазір Құран біздің орталықтың қорында сақталуда. Түсінікті. Енді зерттеу барысында қандай материалдан жасалғаны белгілі болды осы Құран кітап? Осы құрамына айтып кетсек, және қандай күйде болды сол табылған кезде? Енді Құран басқа табылған кезде өте жаңа қалпына келтіруді өте қажет етіп тұрды. Мұқабалар жыртылған, ішіндегі беттері жыртылған, кішкене қиындау жағдайда болды. Содан кейін оны біздің мамандарымыз, жаңағы біздің басшымыз Жандос Бегілдаұлы өзі жаңағы жауапкершілігімен осы Құранды қабылдап, орталықта жаңағы біздің реставратор мамандармен бірге бірлесіп осы Құранды қалпына келтірді. Енді бұл жәдігерді сақтауға арнайы жағдай жасалған ба, негізі басқаларға қарағанда? Өйткені бұл енді құндыз зат қой, дүние ғой, мысалы қарап тұрсаңыз. Қазір Құранның бірнеше көшірмесі жасалып, көпшілікке көрсетілу үшін, насихатталу үшін бір данасы оны біздің көрме залымызға қойылды. Ал түпнұсқасы өзі арнайы қорда, арнайы оған жаңағы қорап жасалып, өзінің арнайы сөресінде, өзінің арнайы температурасында ылғалдылығы сақталған жаңағы сақтау қоймасында сақталуда. Яғни арнайы жеке өзіне жағдай жасалған. Жақсы жағдай жасалды. Жақсы. Енді Гүлсім Алдабергенқызы, өзіңізге өтсек, сізге ойыссақ, жалпы қазіргі таңда енді архив 2025 деген үлкен ауқымды жобаларыңыз бар. Қателеспесем 2019 жылы басталды. Осы жоба туралы кеңінен ақпараттар кетсеңіз, кімнің бастамасымен басталған? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Мынау еліміз тәуелсіздік алғалы бері біздің отандық тарихымызда жаңа кезең басталды десек болады. Өйткені мынау тарихымыздың беймәлім тұстары мен ақтаңдақ беттерін жан-жақты зерттеп, зерделеп, жаңаша пайымдауға жаңа мүмкіндіктер ашылды. Өйткені 2019 жылы 20 желтоқсанда үкіметтің қаулысымен елдің архив
қорларын шетелдік архивтерде, музейлерде және де кітапханаларда сақталған Қазақстанның тарихына қатысты құнды деректермен толықтыруға арналған архив 2025 мемлекеттік жобасы қабылданған болатын. Осы аталмыш жобаның аясында қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы 9 мемлекетке 11 ғылыми экспедиция ұйымдастырды. Атап айтар болсақ, бұл Ресей Федерациясының Мәскеу, Санкт-Петербург қалалары және де Татарстан, Башқұртстан, Венгрия және Үндістан ұлттық архив қорларында жұмыс жасалды. Сонымен қатар, біздің рухани қазынамыз болып табылатын қолжазбаларды, жазба мұраларды іздестіру мақсатында Түркияның Сулеймания кітапханасында, Иран Ислам Республикасының Мешхед қаласындағы Астан Кутс Ризави кітапханасында, Мәлік кітапханасында және Мысырдың Каир қаласында Аляскар Шариф кітапханасында және Катардың Доха қаласындағы ұлттық кітапханаларында ғылыми ізденіс жұмыстары жүргізілді. Бұл аталған жұмыстардың барлығы меморандум аясында ма, немесе ол сіздердің тарапынан ұсынылған жобалар ма? Жаңа жоғарыда атап өттік, бұл мемлекеттік бағдарлама. Біз тәуелсіздік алғалы бері осы мемлекеттік деңгейде осы тарихымызды жан-жақты зерттеп зерделеуге көптеген бағдарламалар қабылданған болатын. Мәдени мұра, рухани жаңғыру, мінекей бұл архив 2025 жобасын сол мемлекеттік бағдарлама мен жобалардың заңды жалғасы деп түсінсек болады. Міне осы жоба аясында жасалған іс-сапарлар. Жақсы. Енді сіз көп сапарларды тізбектеп айтып бердіңіз. Осы кезде сіздің байқағаныңыз, ол шетелдегі ғалымдар мен біздің ғалымдардың салыстырмалы түрде айтайық, зерттеу әлеуеті қандай екен? Шетелдерге ғылыми экспедицияға барған жағдайда анықталған құнды жазба мұралардың көшірмелерін аламыз. Мінекей оған жағдай жасалған. Әрине біздің ұлттық орталықтың халықаралық байланыстар аясы да өте кең. Көптеген алыс жақын шет мемлекеттерінің арасында бізде ынтымақтастық меморандум байланыстар орнатылған. Осының өзі бізге үлкен көмек береді. Осы қолжазбалардың, құнды деректердің көшірмелерін алу мәселелерінде. Жақсы. Осы шетелге сапар нәтижесінде қандай қазақтың тарихына байланысты қолжазбалар немесе құнды құжаттар табылды? Осыған тоқталсақ. Жалпы мынау қазақтың ерте тарихынан құнды мәліметтер беретін парсы деректері негізі Иранда және де басқа да мынау шет мемлекеттердің ең ірі кітапханаларында сақталған. Мысалы, атап айтар болатын болсақ, осы архив 2025 жобасының аясында жаңа жоғарыда айтып өттім, Иранның Мешхед қаласындағы Астан Кутс Ризави кітапханасы мен Мәлік кітапханасынан біз 7-ші ғасырға жататын қолжазба Құран кәрімнің қасиетті көшірмесін алдық. Және де осы біздің мынау хандарымыздың тарихының шежіресінен көптеген құнды мәліметтер беретін Хасанбек Румлудың Ахсан ат-Тауарих және сонымен қатар Искандербек Муншидің Алам Арай Аббаси атты еңбектерінің көшірмелерін алдық. Бұның барлығы біздің осы Қазақстанның ерте тарихына қатысты құнды деректер беретін жазба мұралар деп айтуға болады. Сонымен қатар жаңа жоғарыда айтып өттім сіздерге, мынау Түркияның Сулеймания кітапханасынан біздің Орта Азияның ұлы ғұламалары Фараби секілді ұлы ғұламалардың еңбектерінің, яғни қолжазбаларының көшірмелерін алдық. Енді нақтылайтын болсақ, 13-ші ғасырға жататын көшірмесі Әл-Фарабидің музыка трактаты мен саяси трактатының көшірмесін елге жеткіздік десек болады. Сонымен қатар біздің қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының тағы бір маңызды саласының бірі бұл археография саласы болып табылады. Осы орайда біз Ресей Федерациясының Мәскеу және Санкт-Петербург қалаларындағы Татарстанда, Башқұртстанда, Үндістанда, Венгрияда архив қорларында жұмыс жасадық. Ал енді нақтылап айтатын болсақ, Ресейдің архив қорларынан біз 19-20 ғасырларға жататын Қазақстанның тарихына қатысты
құнды мәліметтерді, көшірмелерін алып келдік. Сонымен қатар осы архив құжаттарын айтқан кезеңде біз ең маңыздысы бірде бірегейі Үндістан ұлттық архив қорларынан анықталған Түркия қазақтарының тарихы болып табылады. Бұл сонау 20 ғасырдың 40-50 жылдарында Шығыс Түркістаннан шығып, яғни Алтай өлкесінен шығып, Тибет пен Гималай арқылы Үндістанға жеткен қазақ көшінің тарихы. Енді бұл тарихқа келетін болсақ, бұған дейін бұл тарихты, сол тарихтың тікелей куәгерлері жазған біраз еңбектер, деректер бар әрине. Ал енді біздің осы Үндістан ұлттық архив қорларынан анықтаған деректер бұл ең алғашқы архив құжаттары болып табылады осы көш тарихына қатысты. Яғни эксклюзив қой бұлардың барлығы. Жақсы. Кәмшат Пазылова, өзіңізге байланысты сұрақ. Жаңа аталған қолжазбалар, енді құнды дүниенің барлығы ғалымдарға қаншалықты қолжетімді? Олар ғалымдарға доступны дейді ғой, орысша айтқанда. Қазір қалайша қолданылады? осы экспедициялардың барлығынан алынған қолжазбалар болсын, архив құжаттары болсын, барлығы ұлттық архивіміздің, Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің 83-ші қоры бар. Шетелдік Қазақстан тарихына қатысты құжаттар деген. Сол қордан алуға болады. Оның ұлттық архивтің жаңағы оқу залы бар. Сол жерге арнайы тапсырыс беру арқылы алдырып, электронды көшірмелермен барлығы қолжетімді таныса алады. Қазіргі таңда осы аталған қолжазбалармен қаншалықты ғалымдар жұмыс істеп жатыр белсенді түрде? Қазір енді бұл қолжазбалармен, жаңағы архив құжаттарымен біздің орталықтың өзінің мамандары бірнеше қазір жинақтар шығарып жатыр, каталогтар шығарып жатыр. Шетінен бұл құжаттар қазір ғылыми айналымға еніп жатыр. Сіздердің жобаларыңыз бар, ел арасындағы көне қолжазбалар мұраларын жинау деген, осыған тоқталып өтсек, бұл қандай жоба және қаншалықты қазіргі таңда жиналып үлгерді? Мынау ғасырлар бойы жиналған, жазылған әрбір қолжазба бұл халқымыздың рухани қазынасы болып табылады. Енді қазір зерттеп, іздеп қарайтын болсақ, көптеген жерлерде осы жазба мұралар, қолжазбалар сақталғандығын байқаймыз. Әрине, қарапайым халық бұл қолжазбалардың уақыт өте келе жойылып кететіндігін бірі білсе, бірі білмейді. Сондықтан да біз мынау қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы ретінде орталықтың атынан осы үлкен экспедициялар, іс-сапарлар ұйымдастырып, осы бұқара халықтың арасында осы қолжазбалардың қаншалықты құнды, қаншалықты маңызды, бұл біздің ерте тарихымыздан осындай бір дерегі ретінде ол қалай сақталу керек, ол қай жерде сақталу керек деген сияқты жалпы іс-сапарлар жасадық осы жоспар бойынша. Былтырғы 2024 жылы ұлттық орталық мамандары Қызылорда облысына және де мынау 2000 жылдық тарихы бар Тараз, Абай облысы және де Түркістан облысына іс-сапарлар ұйымдастырдық. Бұндағы біздің мақсатымыз осы облыстардағы үлкен ғылыми мекемелерде, мысалы кітапханаларда және де университеттердің ғылыми кітапханаларында сақталған қолжазбалар мен сирек кітаптардың тізімін алу және де ауылда, жерлердегі мынау мешіттерде сақталған мынау ислам тарихына қатысты құнды жазба мұраларды жинақтау болып мақсатымыз. Қазіргі таңда осы өңірлерден қандай да бір құнды құжаттар алдыңыздар? Енді осы жасалған іс-сапардың нәтижесіне тоқталатын болсақ, былтырғы жылы 2024 жылы осы оңтүстік облыстарға жасалған және Абай облысына жасалған іс-сапардың нәтижесінде 130-ға жуық біз түпнұсқа қолжазбалардың, яғни жазба мұралардың түпнұсқаларын ұлттық орталыққа жеткіздік. Енді оның ішінде маңызды деп айтатын болсақ, мынау Ахмет Яссауидің Диван-и Хикметтің әртүрлі жылдары шығарылған басылымдары, сонымен қатар ислам тарихын қамтитын мынау ислам тарихына қатысты құнды жазба мұралар, араб сөздіктері,
мұсылман күнтізбесін айтуға болады. Мінекей осындай құнды дүниелерді біз ұлттық орталығымыздың қорына жеткіздік. Кәмшат Базылқызы, сізге сұрақ. Дәл қазіргі таңда қандай сіздерде іс-шаралар өткізіліп жатыр? Қандай ғылыми жобалармен айналысып жатсыздар? Қазір орталықта енді жыл сайын жылғы жоспары жасалады іс-шаралардың. Әрине ғылыми іс-шаралар, көрмелер, міндетті түрде көрме залымыз болғаннан кейін өткен жаңағы біздің орталығымызда тұрған үлкен көрме туралы айтып кетейін. Ұлы дала тарихының жазба мұралары деген көрмеміз бар. Бұл Қарахан кезеңінен бастап қазақ хандығына дейінгі осы кезеңдерде жазылған Қазақстан тарихына қатысты қолжазбалардың көшірмелері қойылған. Бұл көшірмелердің басым бөлігі шетелдік қорларда сақталған. Ол елімізде түпнұсқасы жоқ, сондықтан да бұл құнды болып саналады. Сондықтан әрбір келуші осы орталығымыздың көрме залына келіп осы көрмемізді тамашалауға болады. Сонымен қатар өңірлерге арнайы көрмелер шығарып тұрамыз осы қолжазбаларға байланысты, насихаттау барысында, оларға көрсету барысында. Сонымен қатар басқа өңірлерден көрмелерді шақырып тұрамыз. Қазір ай сайын бізде жастарға насихаттау барысында университеттерде, колледждерде, оның қасында мектептерде үлкен осы айтулы даталарға байланысты және басқа да жаңағы нелерде осы көрмелерді ұйымдастырып отырамыз. Қазір енді орталық жазба дүниені сақтау, жазба дүниелерді жинау барысында осы көпшілікке насихаттау арқылы осы қолжазбаларды орталыққа жинау жұмыстарын жүргізуді осы бастап отыр. Жалпы осы жаңа археографиялық облыс өңірлерге жасалған экспедициялар туралы қосып кетейін менде. Экспедициялар жалпы негізі әрбір өңірде, әрбір тұрғылықты жерде тұрғындардың қолында өте көп қолжазбалар бар. Олардың шатырында сақтаулы, сарайында сақтаулы, немесе сандығында сақтаулы жатырған өте көп қолжазбалар бар. Осы жаңағы елдегі ағайын туыспен, жаңағы дос-жаранмен байланысу арқасында осы алдымен барлау жұмыстары жүргізіледі бізде. Кімде бар, кімде жоқ, қай жерде болуы мүмкін деген сияқты. Сонымен қатар өңірлерде мешіттерде көп сақталады. Қазір осы діни басқармамен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен қазір үлкен жұмыс жасап жатырмыз, байланыстамыз. Қазір сол кісілердің көмегімен үлкен осы экспедицияларды жүзеге асырып отырмыз, және алдымызда да осы экспедициялар жоспарланып отыр бірнеше жылдарға. Осы қолжазбаларды жинау, өйткені олар құрып бара жатыр, шіріп бара жатыр. Олардың ішіндегі толған микробтар, басқа да адам ағзасына қатысты жаңағы зиян дүниелер бар. Ол жаңа кітапты жеп жатыр, құртып жатыр. Сондықтан оларды осы орталыққа жинап, қорға жинап, мемлекеттік есепке алсақ, оны ұзақ уақытқа сақтап, осы болашақ ұрпаққа жеткізуге бізде әлі де мүмкіндік бар. Сондықтан осы экспедициялар ұйымдастырылып жатыр. Және осы бізді көріп отырған көрермендерге де айтарымыз, егер қолыңызда қолжазба болса, көне дүние болса, орталыққа әкеліп, осы қайта қалпынан өткізіп, дезинфекциядан өткізіп, оның өмірін ұзартуға және болашақ ұрпаққа сақтауға сіздің де үлесіңіз зор болар еді қосуға деген жаңағы айтарымыз бар. Құрметті көрермен, егер де сіздің қолыңызда, сіздің үйіңізде көне қолжазбалар болса, арнайы мамандарға тапсырыңыздар. Ол өскелең ұрпаққа, кейін ғалымдарға жету керек, міндетті түрде. Сіздерде мынандай оқиға болмай ма? Жаңа өңірлерге барасыздар, сирек қолжазбаны таптыңыздар бір үйден де, мысалы. Олар сізге айтады, мынаны мен ақшаға сатамын дейтін. Ондай болып тұра ма? Көп. Ондай кезде қалай шешесіздер? Енді бізге арнайы ақша бөлініп жатқан жоқ қазір. Сондықтан ондай жаңағы дүниелерді сатып ала алмаймыз. Қазір жаңағы халыққа, тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп алға. Олардың қазір көпшілігі өткізуге дайын.
Өйткені түсініп жатыр халық қазір. Сол түсіндіру арқылы оларға мынау көне жазбаның зиянын түсіндіріп жатырмыз, үйде сақталғандығы, ол денсаулығына қандай зиян тигізетіндігін. Сонымен қатар ол егер қолданбаса босқа жатқанша үйде, оны орталыққа келіп, оны бір пайдаға асыруға, кейінге сақтауға түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы қазір сол біраз дүниені жинадық. Бұл жұмыс әлі де тоқталмайды, әлі де жалғасады. Бұл жалпы орталықтың басты мақсатының бірі жұмысының, сондықтан бұл жұмысты әлі де жалғастырамыз. Жақсы, енді зиян деп қалдыңыз ғой, денсаулыққа зиян. Мұны мен біле бермейді екенмін да, енді тарихшы, археолог емеспін, сондықтан осы туралы айтып беріңізші, оның қандай зияны бар? Біздің көрермен де білсін. Жалпы көне бірнеше жүз жылдар бұрын жарық көрген немесе жазылған қолжазбалар үйіңізде сақталатын болса, оның арасында ол шаң, біріншіден шаң, одан кейін оның арасында тұра келе әртүрлі жаңағы микробтар, бактериялар, саңырауқұлақтар пайда болады. Оны адам ұстаған кезде, иіс келген кезде ол адам ағзасына түсуі мүмкін, сондықтан көп ауруға ұшырауы мүмкін. Бұндай қолжазбаларды өзінің үйде сақтауының да реті бар, талаптары бар. Оны өз уақытында шаңнан тазартып тұру керек, дезинфекциясын жасап тұру керек, арнайы ылғалдандырылған, арнайы температурасы бар орында сақтау керек. Және көп бізде неге салып сақтайды, целлофанный қапшықтарда сақтайды. Бұл өте зиян, ауа кірмейді ішіне. Онда егер үйіңізде болса, сақтайтын болсаңыз, арнайы жаңағы мақтадан жасалған маталар болады, ауа кіріп тұратын. Сондай ақ маталарға орап, оны ауа кіріп тұратын жерге сақтау керек. Содан кейін балаларға, үйдің жаңағы жас мүшелеріне ол көне кітаптарды ұстауға көбірек ұстамауына негізі кеңес беремін. Оны арнайы мамандар, арнайы құрылғылармен, арнайы өзінің жаңағы талаптарымен ұстап жұмыс істеуіне тура келеді. Сосын осы сұрақтар және өзге сұрақтар үшін біздің көрермен сіздерге жүгіне алады ғой, байланыс нөмірлеріңіз бар, Инстаграм бар ғой. Біз енді жаңа экспедицияларға шыққан кезде оны ары қарай қалай сақтау керектігінде оларға түсіндіреміз. Себебі енді олар көбісі бергісі келмейді. Үйінде жалғыз Құран болады, аталарынан қалған басқа да кітаптар болады. Сондықтан оларды ары қарай сақтау үшін де оларға біз реставратор мамандар міндетті түрде шығады, бізбен бірге сол кезде арнайы кеңестерін беріп отырады. Жақсы. Енді құрметті көрермен, біз орталықтың нөмірін, жаңа байланыс нөмірін немесе әлеуметтік желім мына жерге жазып кетейік. Осы және өзге де сұрақтарыңыз болса, орталыққа хабарласып, немесе жекелеріне жазсаңыздар болады. Жақсы, ендеше сұхбатымызды жалғастырайық. Осы және өзге де жобаларыңыз насихаттау, дәріптеу мақсатында сіздерді журнал шығарып жатсыздар, Ұлы дала мұрасы деген. Осыған тоқталсақ, бұл не журнал? Біздің ұлттық орталықтан Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі архив және құжаттама кітап ісі комитетінің қолдауымен былтырғы жылдан бастап Ұлы дала мұрасы журналы 500 дана тиражбен таратылып жатыр. Журналдың басты мақсаты бұл халқымыздың рухани қазынасы болып табылатын жазба мұраларды ғылыми негізде насихаттау. Сонымен қатар архив құжаттары негізінде жазылған мақалалар жарияланады журналымызда. Сонымен қатар біздің ұлттық орталығымызда өткізіліп жатқан ғылыми іс-шаралар, халықаралық конференциялар, жалпы біздің ұлттық орталығымызда жасалып жатқан ауқымды жұмыстар жөнінде ақпараттар берілетін ақпараттық мақалалар жарияланады. Жақсы. Келесі сұрағымыз жалпы осы реставрация және консервацияға байланысты, кітаптарды жалпы сақтау байланысты. Зертханаларыңыз бар, сіздердің арнайы зертхана. Осы туралы айтып берсеңіз, және зертханада қандай құрылғылар орналасқан? Олар заман талабына сай ма, жұмыс істеуге ыңғайлы ма? Жалпы зертханамыз, реставрация және консервация зертханамыз 2018 жылы ашылды. Осы орталық құрылғаннан кейін, бір жылдан кейін ашылды. Осы зертхана барлық
осы зертханаға сай шетелдік құрал жабдықтармен жабдықталды. Оның ішінде арнайы қолжазбалар, жаңа кітаптардың парақтарын жуатын, жаңа кітаптың өзі көп ұзақ уақыт тұрғанда әртүрлі жаңағы жерлерде сақталады ғой. Мысалға, кейбір жерлердің ауасы өте жаңағыдай ыстық болуы мүмкін. Жаңа кітаптың беттері сынғыш болады, қышқылдығы төмендейді. Сол кезде кітапты ылғалдандырып, арнайы сұйықтықта жуатын арнайы құралдар, және арнайы астынан жарық берілетін үстелдері болады. Жаңағы әрбір қолжазбаның бетін толықтырып, жаңағы жапон қағазы арқылы оны толықтырып отырады әрбір беттерін. Сонымен қатар оны түптеуге арналған, беттеуге арналған әртүрлі құрылғылар. Толықтай қазір біздің лабораториямыз шетелдік жабдықтармен жалпы толықтай осы курсын атқара алады, реставрация жұмыстары. Толықтай жабдықталған, Ендігі бір мәселе ол цифрландыру. Қаншалықты сіздердің қолжазбаларың цифрландырылған, қанша пайыз, және алдағы жоспарларыңыз осы цифрландыру мәселесіне байланысты? Қазір орталықта біріншіден осы сирек қорларымызды цифрландыру жұмыстары қазір жүзеге асырылып жатыр. Қазір осы жаңағы айтып кеткенде араб, парсы, түркі тіліндегі көне қолжазбалар бірінші кезекте цифрландырып, ол арнайы көшірмесі арнайы орында сақталуда. Сонымен қатар қазір тағы бір жаңағы жобаны бастап жатырмыз. Ол Казнеп электронды жаңағы кітапхана жүйесіне бізде осы қосылдық былтырдан бері. Осы жүйеге біздің қорымыздағы сирек кітаптарымызды қазір төте жазудағы кітаптарды цифрландырып қосуды бастадық былтырдан бері. Қазірге дейін осы 100-ге жуық төте жазудағы кітап осы электронды кітапханалар жүйесіне салынды. Сонымен қатар осы қорымыздағы басқа да сирек кітаптар жаңағы жағдайы қатты жыртылып тұрған, немесе жаңағы қолданылуға кішкене қиындау қолжазбалар пайдаланушыға осы электронды нұсқалар ұсыну мақсатында бірінші кезекте осы қолжазбалар бірінші жаңағы сандық көшірмеге көшіріліп пайдаланушыға ұсынылуда. Жақсы. Тағы бір келесі мәселе бұл оқырмандар үшін және зерттеулер үшін қандай шаралар ұйымдастырылады? Жаңа сөзіңіздің басыңызда айтып кеттіңіз, оқушыларға экскурсия жасаймыз, студенттерге сияқты. Осыны бір кеңінен тарқатып айтып берсеңіздер. Мысалы, бізде енді көп сайтымызға кіретін ол студенттер негізі, шыны керек айтқанда. Ол кісілер көріп қалуы мүмкін, мүмкін сіздердің орталықтарыңызға барғысы келеді. Бір экскурсиялар ұйымдастырып тұрасыздар ма? Біздің көрме залымызда былтырғы жаңағы нені алысатын болсақ, былтырғы жылдың есебін алатын болсақ, 200-ге жуық экскурсиялар ұйымдастырылған. Мектептің жоғарғы оқу орындарымен, студенттермен, колледждің студенттермен, мектептің оқушыларымен өте кең көлемде жұмыс жасаймыз. Әрбір тақырыптағы көрмелерге, сонымен қатар бізде дөңгелек үстелдер, конференциялары көп өткізіліп тұрады. Оларға міндетті түрде оқушыларды, студенттерді, жаңағы докторанттар мен магистранттарды міндетті түрде шақырып тұрамыз. Тұрақты түрде шақырылып тұрады. Сонымен қатар ол оқу орындарына барып, студенттердің барлығы келуге мүмкіндігі жоқ. Сондықтан сол оқу орындарына барып көрмелерді ұйымдастыру, немесе осындай әңгіме кездесулер ұйымдастыру міндетті түрде өткізіліп тұрады. Және ол ақысыз? Ақысыз, тегін барлығы. Жақсы. Енді екеуіңізге де арналатын сұрақ, жалпы сіздер үшін ең әсерлі немесе есте қалған ерекше қолжазба қандай болды? Осылай айтып берсеңіздер. Енді бізде қолжазбалар өте көп. Бәрі эксклюзивті енді. Барлығы эксклюзивті. Жалпы орталықты қасиетті орын деп атасақ болады. Себебі Құранның қазір әртүрлі Құранның түрлері бар. Мысалға 7-ші ғасырдың
Түркияда сақталған көшірмесі алғашқы жазылған құрандардың бірі 7 ғасырда. Одан кейінгі 10 ғасырда былтыр ғана Англияда ұйымдастырылған экспедиция кезінде алғаш рет түрік тіліне аударылған 10 ғасырда Құранның көшірмесі әкелінді. Одан кейін Кенесары ханымыздың жаңағы Марал-ишан бабамыздың сыйлаған Құраны, міне қазір бірнеше осы Құрандардың коллекциясы жиналып қалды бізде. Тағы бірнеше жоспарлар бар, тағы да қасиетті осы тарихымызға қатысты байланысы бар Құрандардың жинау жоспарда бар. Сондықтан осы бірінші де айтарым, осы Құрандар өте қасиетті орталық үшін, жалпы қазақ елі үшін, қазақ тарихы үшін, енді өзім үшін жалпы қасиетті осы Құрандарды айтуға болады. Басқа да мысалға Әл-Фараби бабамыздың, Қожа Ахмет Яссауидің қолжазбаларының көшірмелері сақталуда. Енді барлығы да қасиетті біз үшін. Сонымен қатар былтыр экспедиция кезінде табылған бірнеше жаңағы мешіттерден алынған, мешіттердің жаңағы қоймаларында сақталған жаңағы кітаптарды айтуға болады. Сол кітаптардың өзінің ішінде мысалға осы тарихымызға қатысты таразилардың, сарахсилардың, бұдан бірнеше ғасырлар бұрын, орта ғасырларда өмір сүрген ғұламаларымыздың қолжазбалары өзімізде де біраз сақтаулы. Оны жаңағы айтқандай, осы экспедициялар барысында әлі де одан да көп қолжазбалар табылады деген ойдамыз, әлі де сенеміз. Сондықтан оның бәрін жинау біздің алдымыздағы мақсатымыз. Сол. Гүлсім Алдабергенқызы, өзіңіздің бір есте қалған бір қолжазба тапқанда, енді шетелге көп барасыз, иә? Осы жайлы айтып кетсеңіз. Жаңа жоғарыда айтып кеттік, архив 2025 бойынша мынау қазақтың ерте тарихына қатысты құнды қолжазбаларды алып келдік деп. Енді біздің осы Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен былтырғы жылы 2024 жылы біздің ұлттық орталық мамандары Ұлыбританияның бірнеше ғылыми мекемелерінде ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізіп қайтқан болатынбыз. Мінекей осы жұмыстың нәтижесі мынау еліміздің тарихына қатысты құнды деректерді жинауда бір нәтижелі іс-сапар ретінде есімде қалды деп айтуыма болады. Өйткені тарихшылардың пайымдауынша былтырғы жыл өздеріңізге мәлім, мынау біздің тарихымыздың сонау ерте заманнан бастау алатындығы жөнінде, жалпы мемлекеттілігіміздің мынау ерте заманнан басталғандығы жөнінде әйгілейтін Жошы ұлысына 800 жыл толды. Мінекей осы орайда біз осы ұлттық орталық тарапынан ұйымдастырылған іс-сапардың нәтижесінде Ұлыбританияның Манчестер қаласындағы Джон Райлс кітапханасынан Тарих Банакати және Раузат ат-Тахирин, Жамиат Тауарих секілді мінекей құнды еңбектердің көшірмелерін алдық. Бұл еңбектердің барлығында да осы біздің ерте тарихымызға қатысты, Жошы ұлысына қатысты өте құнды деректер бар. Мінекей осы деректердің көшірмелерін біз елге жеткіздік. Сонымен қатар мынау халқымыздың рухани қазынасы деп айтып жатырмыз, жазба деректермен, қолжазбалармен қатар біз жаңағы археография саласына да әрқашан мән береміз. Осы орайда Британия ұлттық архив қорынан біз мынау біздің тәуелсіздігімізде маңызды рөл атқаратын тұлға, қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай жөнінде деректер алып келдік, тың деректер. Сонымен қатар мынау қазақтың тұңғыш шығыстанушысы, араб, парсы және тағы да басқа шығыс тілдерін меңгерген Сиралы Лапин туралы құжаттар алып келдік. Бұл құжатта осы Сиралы Лапиннің тек мынау шығыстанушы ретінде ғана емес, қоғам қайраткері ретінде ол кісінің мынау еңбегін, ол кісінің жасаған мынау істерін дәлелдейтін үлкен бір тарихи құжат деп айтуға болады. Мінекей осы құжаттарды айтар едім мен, өте құнды деп тарихымыз үшін.
Мұстафа Шоқайға байланысты ол жазбада не баяндалған екен, осы туралы айтып бере аласыз ба? Әрине, жалпы енді біз тәуелсіздік алғалы бері тұлғаларымызды жан-жақты зерттеп жатырмыз. Жаңа жоғарыда айтып кеттік. Мынау Қызылорда мемлекеттік университетінде осы Мұстафа Шоқайды зерттеуге арналған ғылыми орталық бар. Әрине, ол жақта да ғылыми жобалар негізінде де Мұстафа Шоқайдың тұлғалық қызметі зерттеліп жатыр. Ал енді біздің осы Британия ұлттық архив қорларынан алып келінген құжатымыз бұл өте ауқымды құжат десек болады. Өйткені бұл құжат 50 томнан тұрады. Мынау құжаттың жалпы істің аты Персия, яғни қазіргі Иран, Ауғанстан, Түркістан, Түркия арасындағы хат алмасулар деп аталады. 50 томдық құжат. Сол 50 томдық құжаттың Түркістан, Түркия деп аталатын 44-ші томында осы Мұстафа Шоқай туралы деректер берілген. Яғни нақтылап айтатын болсақ, бұл 1919 жылы Мұстафа Шоқайдың Тбилиси, яғни Тифлис деп беріледі құжатта. Тбилиси қаласындағы баспагерлік қызметіне қатысты құнды деректер деп айтсақ болады. Әрине, бұл деректер өте ауқымды, ағылшын тілінде. Бүгінгі таңда енді осы әкелген құжатты насихаттау мақсатында бірнеше ғылыми конференцияларға қатысып, әкелген құжаттармен бөлісіп, насихаттап жатырмыз. Болашақта бұл құжаттар қазақ тіліне аударылып, ғылыми айналымға енеді деген сенімдеміз. Керемет эксклюзив, былай қарап тұрсаңыз, Тбилиси қаласында баспагер болып жұмыс істеген, иә? Баспагерлік, мына Слово газетінде осы Мұстафа Шоқайдың 1918-20 жылдардағы Түркістандағы оқиғалар, саяси, әкімшілік өзгерістерге қатысты пікірлерін білдірген жазбалары бар. Сонымен қатар, енді жалпы құжатты біз әлі толық аударып, толық зерттеген жоқпыз. Дегенмен бұл құжатқа ғылыми сипаттама берген кезеңде қорытындылап айтатын мәселе бұл Мұстафа Шоқайдың жалпы мынау халықтың бостандығы, азаттық үшін күресте бүкіл түркі халқы бірігіп, яғни әрекет етуі керек деген өзінің бір сондай бастамасы осы құжатта жазылған. Яқсы, осы айтыңызшы, ғалым ретінде, осындай бір құнды құжат тапқан кезде, қолжазбалар тапқан кезде зерттеуге неше уақыт кетеді? Әрине, бұл жалпы мынау әсіресе архив құжаттары өте ауқымды болады, көлемді болады. Сосын біз жан-жаққа барамыз, мысалы ағылшын тілінде болады құжаттардың көбісі. Оны біз елге әкелгеннен кейін оның көшірмесін қазақ тіліне аударып, оны бұған дейінгі де ғылыми деректермен салыстырып, сарапталып, мінекей аударылып, сосын барып осы ғылыми айналымға енгіземіз. Әрбір құжатты. Қолжазбада сондай. Мысалы қолжазбалар біздің ұлттық орталықта парсы, араб тілінде, шағатай тілінде, тәжік тілінде, әртүрлі мынау шығыс елдерінің тілдерінде қолжазбалар бар. Ол қолжазбаларды біздің ұлттық орталықтардағы мамандар өздерінің әрқайсысы, мысалы араб тілін меңгерген мамандар араб қолжазбаларын, парсы тілін меңгерген мамандар парсы тіліндегі қолжазбаларды алып, аударып, жаңағы айтқандай сараптап, басқа дерек көздерімен салыстырылып, міне содан кейін барып ғылыми айналымға енгізіп, оған толық ғылыми сипаттама беріледі. Яғни 2 жыл шамасында кетеді бұл жұмыстар. Оған уақыт керек, әрине. Жақсы, енді ғалымдардың көбісі айтады, біз енді толық ресейді зерттеп қойдық дейді, қолжазбаларын бәрін жеткіздік деген сияқты дүниелер. Қазіргі таңда енді Қытай мемлекетімен қаншалықты сіздер байланыс орнатып жатсыздар, жаңа құжаттамалар байланысты. Өйткені біздің өздеріңізге белгілі көп атауларымыздың барлығы сол жақпен байланысы бар деген сияқты. Әлі күнге дейін қазақтардың көп шоғырланған жерлері бар. Әлі күнге дейін енді біз Қытай еліне ондай экспедициялар жасаған жоқпыз. Бірақ осы Алтайдан көшкен қазақтар туралы мысалға Тибет, Гималая арқылы Үндістанға жетіп, одан кейін Түркияға жеткен қазақтардың тарихы бойынша жаңағы айттық, біз Түркия сапарында Зейнел Сүрмелі деген атамыздың осы көшті басынан өткерген осы Зейнел Сүрмелі жаңағы
деген кісінің қолжазбаларын қолымызға алдық, түпнұсқаларын. Ол кісінің ұлы бізге осы Түркия 22 жылы Түркиядағы іссапарда қолымызға табыстады. Қазір осы қолжазбалар толық аударылып, оның ішінде өзінің ол осы тарихты өлең түрінде жазған. Төте жазуда жазылған барлық өлеңдері. Сол өлең қазіргі кирилл әрпіне көшіріліп, жинақ ретінде жарыққа шықты. Осы жинақтың ішінде ол кісінің өлеңдерімен қоса Қазақстанмен тығыз байланыста хат алмасуда болған. Сол хаттарының барлығы көшірілген, осы кирилл әрпіне көшіріліп жазуына сол жинағы шықты. Сол енді зерттелмей тұрған жоқ, жалпы орталыққа жиналған барлық жаңағы құжаттар, қолжазбалар шетінен осы жинақ болып шығарылып жатыр, немесе осы ғылыми іс-шараларда, ғылыми конференцияларда осы жаңағы жинақтар, жаңағы әкелінген қолжазбалар туралы жан-жақты айтылуда бізде. Осы алдағы жоспарларыңызды айтып кетіңіздерші. Қай елге бару сіздерде қазіргі таңда приоритет дейміз ғой, енді басты мақсат тұтасыздар? Қазіргі осы биылғы жоспар бойынша бізде қазір Тәжікстан еліне іссапар тұр. Себебі қолжазбалардың Өзбекстан, Тәжікстан, осы Орта Азия елдерінде қолжазбалар өте көп сақталған. Сол қолжазбалардың басым бөлігі осы Тәжікстанның ұлттық кітапханасы және ғылым академиясының орталықтарында, ғылыми орталықтарында, қорларында сақталған. Ол алдын ала зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қазір сол елмен, мекемелермен байланыс жасаудамыз. Қазір осы жақын арада осы Тәжікстанға іссапар ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар осы биылғы ел ішінде экспедициялар бойынша осы солтүстік аудандар, Қарағанды, Көкшетау өңірі, Петропавл, Павлодар өңірлерінен биыл бұйырса енді біраз қолжазбаларды жинаймыз деген ниеттеміз. Жақсы, енді келесі сұрағымызға ойсақ, енді соңғы сұрақтардың бірі болсын. Жалпы қазіргі таңда сіздердің салаларыңыздағы бір қордаланып тұрған мәселелер, тосқауыл болып тұрған мәселелер бар ма? Осыны айта кетсеңіздер, және оның шешімі қандай болу керек сіздердің көзқарастарыңыз бойынша? Жалпы енді орталық түсінікті ол, иә? Жалпы орталықта енді мәселе өте көп айта берсек, оның біріншісі осы мамандар мәселесі. Араб, парсы тілін оқитын, білетін мамандар көп болғанымен, түпнұсқаны, көне жазбаны оқитын мамандар жоқ. Содан кейін реставратор мамандар. Қазір айттық, жаңа елімізде дайындалмайды. Осы реставрация мамандарын дайындайтын мектептер немесе осы арнайы курстар ашылса, тағы бір мәселелердің түрі. Содан кейін мәселе бұл тағы осы ел ішіндегі сақталып жатқан, әр жерде сақталып жатқан қолжазбалар. Басқа елдерде мысалға әртүрлі жобалар ұйымдастырылған, Өзбекстан болсын, Түркия болсын, барлық қолжазбаларын жинауға тырысқан, олар орталықтарына өздерінің. Ол үшін арнайы жобалар жасалған. Біздің елде де осындай жобалар жасалып, барлық елде сақталып жатқан, жергілікті жерлерде сақталып жатқан қолжазбалар бір орталыққа топтастырылып, және ол ары қарай сақталынса екен деген жаңа жоспарлар бар. Сонымен қатар барлық мекемелердің қорларында сирек қорлар бар. Мысалға, кітапханалар болсын, архивтер болсын, өңірлердегі кітапханалар болсын. Олардың қорларында сақталып жатқан көне жазбалардың, көне қолжазбалардың арнайы бір орталықтандырылған реестрі жасалса, арнайы бір реестрге топтастырылып, мемлекеттік есепке алынып, барлығына жаңағыдай шетелге өтіп кетпеуіне, шетелге кетіп қалмауына және басқа да жағдайларға ұшырамау үшін арнайы мемлекеттік реестр жасалса, осы бір орталықтандырылған. Міне осы проблемалар бар, жинақталып тұрған қазіргі күнге дейін. Енді бұл ұйымдастырушы жағы ғой, не көбіне, иә? Сіз енді ғалым ретінде айтыңызшы, сіздің жаңа зерттеу кезінде қандай да бір кедергілер болып жатады? Қолжазбаларды немесе? Қолжазбаларды зерттеуде жалпы енді қазіргі мынау заманауи әдіспен қарағанда
аса үлкен қиындық жоқ. Өйткені кез келген мекемеде, мысалы біз Ресейдің мемлекеттік кітапханасында жұмыс жасадық. Осы жазба мұраларды жинастыру жөнінде. Жаңа біраз айтып кеттім, Иран Ислам Республикасында жасалдық. Сонымен қатар Мысырда жасалды. Барлық елдерде қазір жаңағы Кәмшат Пазылқызы айтып кетті ғой, біздің бүгінгі таңда қойып отырған мәселеміз реестр жасау мәселесі. Мінекей әрбір ғылыми мекемеде, мынау шетелдік мекемелерде каталогтар жасалған. Қорда қандай жалпы қолжазба, жазба мұралар бар. Мінекей сол каталогтармен немесе сайттармен жұмыс жасау арқылы біз осы өзіміздің елімізге қатысты, Қазақстанның ерте тарихына қатысты құнды жазба мұраларды таба аламыз. Жақсы, ал бұл осы алыс жақын шетелдердегі бұл мәселе қандай болып тұр? Мысалы Ресейде алайық, Ресейде арнайы оқытама осы мамандарды немесе кәдімгі бакалавриат дәрежесінде оқытады ма? Мамандар жөнінде. Мамандар жөнінде. Мысалға Ресейде реставратор мамандардың арнайы мектептері бар. Грабарь атындағы реставрационный школа дейді, өздерінің мектептері қалыптасқан. Тағы да әрбір мысалға Ресейдің мемлекеттік кітапханасының өзінің жаңағы реставраторларды оқытатын өзінің курстары бар сияқты. Енді біздің орталықта осы жыл сайын қазір семинар ұйымдастырылып жатыр. Былтыр 3-ші халықаралық осы реставраторлардың семинары өтті. Сонымен қатар бізде қазір біліктілікті арттыру курстарын өзімізде ұйымдастырып жатырмыз. 42 сағаттық курс ұйымдастырылады. Жалпы өңірлерден жаңағы осы көне жазбаларды, жалпы кітаптарды сақтайтын мамандардың арнайы жаңағы бастауыш жаңағы білімдерін алу үшін осындай курстарды ұйымдастырып жатырмыз. Себебі айттық, жаңа реставратор мамандар жаңағы дайындамайды. Осы мәселені шешу жолында біздің орталық осы курстарды ұйымдастыру жаңағы несін өткізіп отыр, арнайы ақылы түрде. Яғни осы салаға қызығатын мамандар, ғылыми қызметкерлерін ақылы түрде оқытасыздар, курстарын өткізесіз. Курстарын өткіземіз, иә. Ол екі түрге бөлінеді, бастауыш курстар және жалғастырушы курстар болып. Алдын бастауыш курстарды алып кеткен мамандар келесі жолы келіп жалғастырушы курстарын алып кетеді. Жалпы құны қанша оның оқудың, курстан өтудің? Бір адамға осы курсты, 42 сағаттық курсты алу үшін 100 мың теңге. 100 мың теңге. Жақсы, енді бағдарламаның бір соңғы сұрағына келіп қалдық. Жалпы қолжазбалар мен сирек кітаптарға қызығатын ғалымдар болсын, қызметкерлер болсын, мамандарға қандай бір кеңестер айтасыздар? Жалпы осы салаға келгім келеді деген сияқты, осымен қызығам, осымен айналысқым келеді деген сияқты қызметкерлерге. Жалпы жастардың осы салаға келуін жаңағы қалаймыз. Өйткені жас мамандар қажет, мамандар жетіспейді. Осы қолжазбамен жұмыс істеймін деген, зерттеймін деген адамдар алдымен жаңа жастар бірінші тілдерді үйренсе екен дейміз. Араб тілін немесе шағатай тілін, көне тілдерді осы мамандар жетіспейді. Орталығымызда мысалға қазір бірнеше жаңа коллекциялардың топтары жиналып қалды. Оны ары қарай зерттеу үшін, жаңағы олардың каталогтарын жасау үшін, каталог жасау да өте үлкен жұмыс, ғылыми жұмыс. Өйткені әрбір кітаптың ғылыми сипаттамасы жазылу керек болады. Оның барлық жаңағы авторы, аты, жаңағы олдың жалпы мазмұны деген сияқты толық ақпараттар берілу керек. Сондықтан бұның барлығын ақпаратты толық беру үшін мамандар керек. Сондықтан жастарға осы тілдерді оқыса екен дейміз. Және оның ішінде тарихты оқып, тарихшы мамандардың тіл білуі арқылы зерттесе, міне сонда тарихтың жаңағы түп тарих, таза тарих солай жазылады. Әрине, енді бізде мамандар жоқ деп қарап отырған жоқпыз. Бүгінгі таңда ұлттық орталығымызда өзімізге тиесілі мынау ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Яғни мынау архив 2025 болсын, басқа да жоспарланған іс-сапарлар болсын, сол іс-сапарлар нәтижесінде алып келінген
елімізге қатысты құнды деректерді біз ғылыми сипаттама жасап, белгілі бір жаңағы жүйеге келтіріп, ғылыми айналымға енгізуге тырысып жатырмыз. Енді атап айтар болатын болсақ, мынау былтырғы жылы бізде шетелдік қорлардағы құнды жазба мұралар атты мынау ұлттық орталық мамандарының архив 2025 жобасының нәтижесі ретінде үлкен бір ғылыми жұмыс жарыққа шықты. Бұл яғни альбом каталог, бұл альбом каталогқа осы архив 2025 жобасы аясында алыс жақын шет мемлекеттерден әкелінген 70-ке жуық құнды қолжазбалар енді. Нақтылайтын болсақ, бұл каталог альбомға енген құнды қолжазбалардың авторлары жөнінде, оның хронологиясы, қай кезеңдерде көшірілген, қай кезеңде басылып шыққан деген сияқты, және мазмұнына байланысты, құндылығына байланысты ғылыми сипаттама берілген. Және бұл альбом каталог бізде қазақша және ағылшын тілінде жарық көрді. Мінекей осындай жалпы ғылыми айналымға енгізу барысындағы жұмыстар біздің ұлттық орталығымызда атқарылып жатыр десек болады. Тағы бір қосып кетейін. Осы бізде Қазақстан тарихы шетел архивтері мен кітапханаларында деген ақпараттық анықтамалық шығады. Бұл анықтамалықтың қазір 11-ші томы дайындалып жатыр жарыққа шығуға. Бұл негізі 2005 жылдан бері қарай, мысалға мәдени мұра басталғаннан бері қарай, шет елдерден анықталған және көшірмесі әкелінген құжаттардың осы анықтамалыққа енгізіледі. Қазір 30 мыңнан аса құжат, шет елдерден анықталған құжаттар енгізілген бұл анықтамалыққа. Жалпы осы анықтамалық 2011 жылдан бері шығып келе жатыр. 2011 жылдан 2014 жылға дейін 8 томы жарыққа шықты. Бұл толықтай осы мәдени мұраның жаңағы аясында әкелінген құжаттар енгізілсе, қазір 2023 жылдан бері қарай, мысалға осы анықтамалықтың жұмысы жалғастырылып, архив 2025 бойынша әкелінген құжаттар. Мысалға архив 2025 бойынша 5 республикалық архивтер шықты шетелдерге. Осы архивтердің қаншама елдерден қаншама құжаттар әкелінді, барлығы осы ақпараттық анықтамалыққа енгізіліп келе жатыр. Бұл анықтамалық қазір осы орталықтың сайтында орналастырылған және барлық жаңа өңірлердегі, барлық облыстардағы кітапханалар мен архивтерге таратудамыз. Себебі бұл анықтамалықтың маңыздылығы, бұл зерттеушілерге, шетелге барып Қазақстан тарихын зерттеймін деген жаңа зерттеушілерге жол көрсеткіш деп айтуға болады. Себебі қандай кітапханада, қандай архивте Қазақстан тарихына қандай құжат анықталды, немесе қандай құжат әкелінді деген барлық ақпараттар осы анықтамалыққа еніп жатыр. Ол электронды түрде ғой, электронды түрде және кітап түрінде де басылып шығып жатыр. Жақсы, енді құрметті спикерлер, сіздерге көп рахмет. Уақыт бөліп, осылай енді біздің түсірілім таңертең таң атпастан жазылып жатыр, сондықтан осылай уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Құрметті көрермен, біз естеріңізге сала кетейік, бүгінгі біздің спикерлеріміз болған қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының қызметкерлері Кәмшат Пазылқызы және Гүлсім Алдабергенқызы болған. Сіздерге көп рахмет. Егер алып қосарларыңыз болса, мүмкін бір дүниені ұмытып кеттік, бір деректі қалып қойып десеңіздер, қазір айтып қалыңыздар, немесе бағдарламамыз тәмамдайды. Енді біздің ұлттық жаңа сіз айттыңыз ғой, сонымен қатар енді қалып қойған деректер болса деп, міне осы орайда мен қосып кетер едім. Біздің ұлттық орталығымыз мынау архив 2025 жобасы аясында халықаралық деңгейде де жұмыс жасап жатыр. Жаңа жоғарыда айттым, Түркия қазақтарының тарихы деп, мінекей өткен жылы 2024 жылы желтоқсан айында Түркияда осы Үндістан ұлттық архив қорларынан анықталған құжат бойынша бір үлкен конференция болды. Бұл конференция 20 ғасырдың 40-50 жылдарда Үндістан мен Пакистан арқылы Түркияға қазақтардың қоныс аударуы атты тақырыпта өтті. Бұл халықаралық конференцияға Үндістан ғалымдары, Жаңа Дели университетінің ғалымдары, сонымен қатар Түркия ғалымдары және Қазақстанның ғалымдары атсалысып, біз осы архив 2025 жобасы аясында
анықталған архив құжаттарын насихаттап, мінекей ғылыми айналымға енгізу мақсатында үлкен жұмыс жүргізіп қайттық. Сонымен қатар біздің жаңағы архив 2025 жобасында аясында жарық көрген ғылыми басылымдарымыз деп атап өттік. Зейнел Сүрменің өлеңдер жинағы. Ол кісі негізі Түркияда болғандықтан біз ол құжатты Түркиядан алған болатынбыз. Сондықтан да осы Зейнел Сүрменің өлеңдер жинағы сол Түркиядағы өткен халықаралық конференция аясында қазақша және түрік тілдерінде жарыққа шығып тұсаукесері өткізілді. Сол Түркияның Мимар Синан атындағы университетінде. Бірлесіп өткіздіңіздер? Бірлесіп өткіздік, иә. Бірлесіп өткізген халықаралық деңгейдегі үлкен іс-шара болып табылады бұл. Жақсы, ендеше бағдарламаны тәмамдай берейік. Сіздерге көп рахмет. Енді біздің көрерменге де қызықты болды деп ойлаймын. Жалпы жеке өзіме қызықты болды, себебі сіздердің орталықтарыңыз туралы бірен-саран ақпарат білеміз. Енді бүгін толығырақ өздеріңіздің ауыздарыңыздан естіп отырмыз. Сіздерге көп рахмет. Былайша айтқанда, ғылым майданында сіздерге тек жеңіс тілейміз. Рахмет көп. Сіздерге де сәттілік жұмыстарыңызға, шақырғандарыңызға көп рахмет.